Мүмкіндіктен мүмкіндік туады. Мен қалай осындай тиктоктан, ютубтан ақша табатын дәрежеге жеттім. Яғни тиктоктан 400 мың теңге, ютубтан 300-400 мың теңге, екеуін қосқанда 800 мың теңге ар жақ бер жақ. Осындай дәрежеге қалай жеттім? Басынан өткенін айтып берейін. 2020 жылы 5 қараша күні менің досыма бір жігіт звондайды. Алло, сіз программист екенсіз. Менің ютубта каналым бар, соған ақша шығару керек, 150 мыңдай подписчигім бар деп айтады да. И мен жаңағыны естимін, бірақ ол менің досым ешқандай программист емес, ол контекстіне рекламаны қосатын адам еді, таргетолог сияқты гуглда. Сосын мен реск алдында, мен айттым, мен қосып беремін типа дедім. Сосын менің досым негізі мен емес еді, менің досым еді деді да. Сосын трубканы қойып менің нөмірімді ол кісіге берді. Сосын бір кезде маған айтты, істей аласың ба деді. Мен істей алмаймын, бәрі қаяқтан кім беріп жүр дейді, білмеймін кім берген. Ешкім бермейді, кім білмейді содан кейін кім бергенін ше. И сосын бір кезде мен істеймін, аламда маған звондайды біраздан кейін. Мен осындай кісі едім ғой, андай мындай, короче. Аско едім, анау мынау деп Аско. Аско, мен сізді білемін, ютуб монетизация қосу керек еді. Қосу керек па? Қосу керек. Болды. Мен қатырам, гөл қылам, тас қылам, негізі оны былай істеу керек, доступ керек, бірақ деп сөйлесіп, әбден сол жерде шешіп алдық. Сосын бір кезде ол айтты, Алматыға келем деді. Алматыға келді, екеуміз кездестік. Сөйттім де оның сеніміне кіріп, ютуб каналын алып, кәдімгідей доступын алдым да, уже үйге келіп, өз ноутбугымнан ютубыма кірдім. ютубты қарасам, даты ана жерде деген, қанша 33 бірнеше миллион просмотрды, бірнеше миллион есіме жоқ қазір, бірнеше миллион просмотр монетизация қосылмай жүре берген дады ғой. Ал енді мен қосып білмеймін не істеймін. Сөйтіп бір кезде алдым да, гугл етіп үйренген адамбыз, ананы да гуглдан үйренеміз, мынаны да гуглдан үйренеміз, ютубқа қараймыз. Сөйтіп алдым да, ол каналды алдым да, жауапкершіліктен қорықпай, ешкімнен үй алмай, ешкімнен қорықпай іске кірістім бір кезде. Сөйтіп бір кезде ол 4 ай деген кезде монетизацияны қостық, пин-код келді. Сол нәтижесінде 940 па 920 мың теңге шығардық. Сол алдағы уақытта. Мен бірінші рет көрген кезде шок болғам да, тоғышы, мен ютубтан осындай ақша шығаруға бола ма не деп ше. Сосын бір кезде сол көргеннен кейін мен өз каналымды аштым, 100 мың подписчикке жеткіздім. Сөйтіп бірнеше ақша таптық. Дубайға бардық, Эмиратқа 3 рет бардық, бір қала Чаржаға бардық, бір қала Дубайға бардық, бір қала Абу-Дабида болдық дегендей, тағы да елдерге бардық. Енді менің айтқым келіп тұрған нәрсе, бір кездері бір мүмкіндік келіп еді, мен одан қорықпай, ұялмай, отказ жасамай алып алған болатын. Нәтижесінде үлкен жетістікке әлі күнге шейін жетіп отырмын. Міне осы уақытта жақын арада мен осы Шымкент қаласына келгем. Қазір 2023 жыл, 3 жыл өтіп кетті одан. 2,5 жылдан ұзақ 3 жыл болып баратыр. Қазір ноябрьде 3 жыл болады. Сөйтіп бір кезде Шымкентке келсем, Шымкенттен сразу Аско звондады. Шымкентте, что-то Асқар қайдасың? Мен осы Шымкенттемін, Шымкенттесің ба? Мен ол кісіге айтып қойғам, мен алдын Шымкентке бара жатырмын, сіздер жаққа тұруға, уақытшаға. Болды, кел, күтеміз деді. Сосын Шымкентке келіп жайғасқаннан кейін маған Аско звондайды. Менің бір танысым бар еді, кафені жүргізу керек деп айтып жатыр. Бір кафе, плов пісіретін плов центр. Ладно дедім, сол саған звондайды қазір деді. Жарайды дедім, дайынбыз Алла қаласа. Сосын бір кезде ол маған жаңағы бір жігіт звондады. Алло, қалайсыз? Анау мынау осындай кафем бар еді, жүргізу керек. Енді бірнеше уақыттан бері жүрмей тұр, соны жүргізу керек болып жатыр. Если что, там кездесейік или барайын, қай жақта тұрсыз? Болды. Сосын бір кезде ертесіне обедте келді. Сосын қарасам Макеплов деген жігіт екен, Нұржігіт аты. Сосын бір кезде осындай жағдай болып жатыр, жүргізу керек, кафені дамыту керек. Давай мен басқа да кафелерді көрсетіп қайтайын саған. Болды. Сосын бір кафелерді көрсетті, бір кафені көрсетті, Ержан Плов дегенде, осындай кафе бар, Ержан Пловтікінде қылу керек. Ладно, көреміз дедік, Инстаграм, ТикТокта жүргізу керек. Сосын бардым да кафесіне апардым, кафесі дәу үлкен 400 квадрат кафе. Анан қарадым да, мынаны так, мүмкіндіктер көп мына жерде деп ішімнен өз-өзіме айттым. Көтерілуге болады, жасауға болады. Просто так дұрыс қолдану керек, дұрыс істеу керек, дұрыс жасау керек. Мен үнемі айтам, жасай бермей, дұрыс жасауды үйреніңіздер. Сөйтіп не істеді? Қарадым да барып, ертесінен 23 күні маған кездесті. 23 күні бір екеуміз кездестік, 23 наурыз күні 2023-тің. Сөйтіп 25-тен басып алғашқы посттарды сала бастады. ТикТокқа, Инстаграмға. Сөйтіп жайлап просмотр жинай бастады. Потому что мен видеодан, мен ана кафені алып шығуым керекпін Аллахтың қалауымен. Сөйтіп видео түсірдім, ары қуаладық хайпты, бері қуаладық хайпты, дедік, дедік, үйтіп просмотр жинала бастады.
бір апта, бір жарым аптаның көлемінде уже 1000 подписчикке жеттік тиктокта. Сосын бір кезде до того эфирге шығып кеттік. Эфирде палау пісіріп отқан қалай түсірдік, соның бәрі подписчик 1000 жарым адамға шейін кіріп кетті эфирге. Нәтижесінде адамдар ағылды, Шымкенттің адамдары. Үлгере алмай жатыр официанттар, кафе толып кетті. Движение тоқтамайды. Оразан кезінде до того 40 килограмм күрішке шейін, 40 килограмм күріш деген үлкен нәрсе ол деген. 200-300 адамға жетті, 250-300 адам примерно, сондай порцияға адамға жетті. Сондай нәрсені жасадық. Мен қарадым, маған бір бұл жүрмей жатқан нәрселерді бір жүргізу, бір Аллахтың қалауымен бір себеп болдым да, сөйтіп алға қарай жылжыдық. Оның үстіне Макепловты да білесіздер, танитындарыңыз бар шығар. TikTok-ын жүргіздік, қазір 4 айдай болып қалды. Міне қазір подписчигі 22 000 подписчик болды. Ел таниды, жер таниды, біразы таниды. Қазір Шымкенттің айласында, Қазақстанда, Алматыда, басқа қалалардағылар кейбір адамдар өзіне шақырып жатыр. TikTokта осылай ақша тауып, өзара айлыққа келісіп, дегенде өзара ақшаға келісіп, осылай жүргізіп отқан жайымыз бар қазір. Енді мен не айтқым келіп тұр деген сұрақ туады осы жерде. Мен неге бұларды айтып жатырмын? Неден басталды деп ойлайсыздар осы әңгіменің бәрі сіздерге? Бір кездері бір Аско 2020 жылы 5 қараша күні менің досыма звондаған. Ол бас тартқан, былай айтқанда, мен білмеймін, сен білесің ба? Мен білем, давай мені айт оған дегенмін. Міне көрдіңіздер ма? Мен сол кезде батылдық танытып, мужествоны өз-өзімді қолыма алып, қорықпай, ұялмай, атақты блогердің айтқан ұсынған нәрсесінен мен бас тартқан жоқпын. Потому что сендер бас тартуларыңа хақларың жоқ сендердің. Бас тартуларыңызға хақларың жоқ. Я қаласыңдар, я жылжисыңдар, достар. Сол мен сендерге айтқым келіп тұрған. Мүмкіндік туады. Бір кездері Аскоға келістім, ол маған нәтижесінде әлі күнге шейін жұмыс тауып, ақша жасауыма келісіп отыр. Ол нәтижесінде өз ақшасын шығарып алды. Мен нәтижесінде өз каналымда болдым, даже YouTube саласын меңгердім, курстарды сатып жатыр, жұмыс жасап жатыр, TikToктан даже мүмкіндіктерді жасап ақша тауып отқан жайымыз бар, енді көріп отырсыз. Енді алдағы уақытта мен мүмкін білмеймін, мен Дубайға шақырып жатыр уже. Кішкене көбірек табатын жігіттер, көбірек крупный темамен айналысатын, миллиондап. Дубайға шақырып жатыр, біздің контентімізді видеоға түсір. Көрдіңіздер ме? Осылай кете береді. Сіздерге егер бір мүмкіндік келсе, оны қабылдаңыздар, ойланыңыздар. Жоқ деп айтуға қорыққан себепті, ұялған себепті бас тарта салмаңыздар. Басқа нәрсе үшін бас тартсаңыздар түсінемін, бірақ қорқып, егер сіздерге ол нәрсе керек екен біле тұра, егер сол нәрсені сіздер қолдарынан келетінін біле тұра, даже мен қолымнан келмесе де сол нәрсені рисковать етіп алғам. Не ол YouTube деген? Үйреніп алуға болады. Бер маған, табам Алла қаласа. Адамдар шығарып жатыр ма? Мен де шығарамын. Надо будет дым таппай жатсам, орыстардан курс сатып алып, тауып алып кіремін ішке қарай. 50-60 мың рубльға или 100 мың рубльға. Надо будет, қызық емес маған. Дым таппай жатсам, бірақ мен өзім таптым, уақытымды жоғалтып алдым бірақ. Оказывается, соның бәрін үйренетін уақыттардың бәрі қымбат екен бізде. Уақыттарыңызды жоғалтпаңыздар, жақсылап үйреніңіздер. Мен сіздерге айтатын нәрсем, уақыттарыңды жоғалтпай іске кірісіңіздер. Кешкі сағат, яғни түнгі сағат 11-де үнемі TikToктан эфирім болады. Осында неше түрлі бизнес оқиғаларда және үлгі болатын нәрселерді айтып отырамыз. Эфирге келіңіздер. TikTokта Аскар Нураков, эфир TikTokта кірсеңіздер тауып аласыздар. Менің фамилиям ағылшынша жазылып тұр ол жақта. Және де сіздерде YouTube'тан курс сатып жатырмын, ол туралы бағасы қолжетімді, сіздерге ыңғайлы өте. Датаво ол жерде, ол курста, датаво қандай деймін ба? Ол курста сіздерге ыңғайлы контент жасауды үйреткен. Новичоктарға өзі қысқа, бірақ үлкен нәрсені алып, монетизацияға қосылғаннан басынан бастап аяғына шейін, аккаунт ашқаннан бастап Каспийге ақша түскенге дейінгі аралықтарды мен сол курста көрсетіп қойдым. Курста қабылдасам десеңіздер, номер тұратын болады мына жерде міне. Осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. TikTokта эфирдемін, ал мына видеоны қарап кетіңіздер. Осы видео сіздерге пайдалы болады. Сіздермен бірге болған Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.